Үкілі кер. 3 күн өтсе де Нұржан үйіне оралмады. Ат та жоқ, адам да жоқ. Жасынан сал-сері боп өскен күйеуінің мінезіне қанық Ұлжан, ойыны біткенде келер деп бейғам жүргенмен 3-ші таң атқанда көңіліне күдік ұялады. Қызылжар деп аталатын осы жайлау Нұржанның жет атасынан бері жайлап келе жатқан ата қоныс еді. Таяуда ғана Көктеуден көшіп келген. Шалғынның сонысы басылмаған. Масатыдай құлпырып тұр. Айналада шашылған жұмыртқадай болып, 20-дай ақшақам үйлерден түтін будақтайды. Осындай мамыражай жерде де кісі жоғалды дегенге көңіл сенбейтіндей. Ұлжан қолғанатқа жарап қалған 9 жасар ұлы Айдын екеуі малды жайғап болған соң, тыртық сан қара атқа мінгесіп, көрші қоланға барып Нұржанның іздерін сұрағанмен ешкім көрмеген болып шықты. Үйге қайтып келген соң анасы ұлым бір жалдың ар жағында отыратын әкесінің бала кезден бірге өскен досы Адалбекке хабар беруге жұмсады. Адалбек келіп мән-жаймен ұғысты да, Нұржан барадау деген жердің барлығын адақтығымен түк шықпады. Сонымен ертесіне аудандық полиция бөлімінің көмегіне жүгінуге тура келді. Полиция капитаны елеу жақын төңіректегі малшыларды жиып, саусақ іздерін алды. Малшылардың жауабы әрі қилы болды. Біреуі Нұржанның Қарағай жаққа кетіп бара жатқанын айтса, біреуі Күнгетейді өзеніне қарай бет алып бара жатқанын айтты. Одан өзге мәлімет жоқ. Бәленің бәрі аттан келді деп ойлаған капитан елеу осы маңайдағы ат белгілерді түгел бөлімшеге алдырып, шетінен тергей бастады. Олай істейтін де жөні бар. Өйткені Нұржанның үкілі кері бірнеше жылдан бері алдына қара салмаған талайдың көз құртын айналған хас жүйріктің өзі еді. Тергеу барысында Әлел-Жәлел деген ағайынды 2 жігіт күдік келінді. Ағайынды екеуі соңғы 1 жыл бойы үкілі керді көп айналшықтаған. Нұржанға көп ақша ұсынып сатып беруін қолқалағанмен ат иесі жанымды алсаң ал, атымды бермейін деп шорт кескен. Сол барыста шексіп қалғандарына да ел куә. Бұрында сотты болғанына байланысты ағайындының үлкені Әлен уақытша қамауға алынып, інісі қолхатпен босатылды. Ұлжан осы аралықта ұлын дедектетіп ертіп алып, етегі жасқа толы жүріп қаншама бақсы балгер тәуіп қошанның алдына барды. Олар да қайғы жұтып черменде белгі болған пендені әбден шатастырды. Біреуі суда деді, біреуі нуда деді, ал біреуі пері әкеткен деді. Әйтеуір үмітсіз шайтан дегенде ешқайсысы өлдіге жормады. Сол аралықта Әленнің үйінен Нұржанның ер тоқымының күміс құйысқаны табылды. Міне, дәлел факты, мойында қылмысыңды деп капитан елеу Әленнің алдына құйысқанды тастады. Мен оны былтыр ұрлап алғам деді, мізбақпай. Не мақсатпен ұрладың? Атым үкілі кердей жүйрік болсын деген ырыммен. Сонымен Ұлжаннан ұғысу арқылы Нұржанда мұндай құйысқанның 3-еуі барын, мұна құйысқанның нақты қай кезде жоғалғанын ашалап айтып бере алмады. Күміс құйысқанның ұрлығы дүдәмәл күйінде қалды. Адалбектің бас болуымен ауыл жігіттері жатпай тұрмай сай-сала қойын қолатты тіткенмен еш нәтиже жоқ. Ат құмарлық пен атбегілік қанында бар Нұржан жылқы дегенде шығарда жаны бөлек еді. Көзін ашқаннан бері әкесінің жанында жүріп, ат баптаумен жылқының сырына қанық болып өсті. Осы кезге дейін қылаңы бар, жирені мен құласы бар, қаншама жүйрік алдынан өтті. Бірақ мұны үкілі кер Нұржан үшін ала бөтен болды. Тұлпар болар құлынды сүт беріп, сұлы беріп, күнге тигізбей, желгі сүйгізбей мәпелеп бақты. Тіл көз болмасын деп көкіліне үкі тақты. Содан үкілі кер атанды. Аузымен құс істеген үкілі кер 4 төңірекке аты кеткен желғабызға айналды. Соның арқасында Нұржанның да ырысы тасып, дәулеті шалқыды. Соңғы рет сол үкілі керімен үйден кеткен Нұржанның жұмбағы елдің есін 2 түсін 4 қылды. Өзі көпшіл, әнші күйші, ат сейіс азаматпен біреу жаға жыртысыпты, біреумен кектесіпті дегенді жүр сирек естейдің. Қайта жатты жақындатты, аразы татуластырған ортадан табылатынына ел куә еді. Күнгейті өзеніне қарай бара жатқан деген қойшының айтуы бойынша елеу өзен бойынан іздерек жинастырды. Судан салынды боп шыққан ескі қаңылтыр, тат басқан темір, ақ сөңке сүйек саяқ, ағаштардан басқа көзге оғаш көрінген өзгенің бір мүйісінен табылған жақында ғана ішілген 2 татал арақ құмырасы табылды.
Елеу жайлаудағы көшпелі дүкендерді аралап, онда сатылатын арақ маркаларымен салыстырып көрді. Жоқ, бұл төңіректе дәл осындай арақ сатылмайтын болып шықты. Анда-санда Нұржанның бір татары барын білген Елеу мұны делоға тіркеп қойды. Сонымен бірге Бадашы Сәрсен деген сиыр бағатын жігіттің Нұржанның шылбырын тағып жүргенін жұрт көріпті. Елеу Сәрсенді шақыртып шылбырдың жай-жапсарын сұрады. «Шылбырды қайдан алдың?» «Өзен бойынан таптың, жерде жатқан соң ала салған едім», деді Сәрсен. Мүмкін мұндай шылбыр басқа жұртта да бар шығар деп ойлаған Елеу Ұлжан мен Айдынға көрсеткенде мұның Нұржанға тиесілі екені анықталды. Олар қолдан есіп жасалған шылбырдың орта тұсында көзі бар түймендей айнытпай таныды. Ырымшыл Нұржан айыл тұрманның бәріне түйме қадайтын әдеті бар еді. Сонымен табылған шылбыр делоға тіркелді. Төңірекке сыйлы Нұржанның із-тосы жоғалуы біраз жұртты әбігерге салды. Алыс жақыннан келген туыс туған, дос-жаранда есеп болмады. Оларға шай су, жатын орын дайындаудың өзі әжептеуір салмақ еді. Сол шаруаның барлығын шып-шырғасын шығармай реттеп, зыр жүгірген Адалбек болды. Күнгейті өзеннің төменгі ағырынан бір адамның мәйіті табылды деген хабар жетті. Су сорып тастаған, шашпен қасы түгіл сыпырылған мәйітті адам танымастай еді. Дегенмен Нұржанның шолақ үш саусағынан соның дәл өзі екенін туыстары тап басып таныды. Қайбір жылдары Нұржан жүн түтетін машинаға байсыды үш саусағын жылдырып алған болатын. Кей қу тілді құрдастары балон шолақтың ізін жалғаған Нұржан шолақ деп те әзілдейтін. Содан жаназа шығарылып, ел-жұрт ұлардай шулап, Алланың салғанына амал бар ма деп терең қазып тепкілеп көмді. Әу баста табылар-ау деген үміттері қиылып, ботадай боздап, қаңыраған қазақ үйде аналы балалы екі мұңлық қалды. Тәжірибелі ізгестер капитан Елеу істің бұлай аяқталғанынан мұның артында ұйымдасқан қылмыстық топ тұрғанын аңғарды. Өйткені Нұржан жалғыз жарым адамға алдырмайтын алымды-шалымды жігіттің сырттаны. Оның үстіне қуса жететін, қасша құтылатын өкілі кері тағы бар. Қанішерлер қапияда қастандық жасаған болды деп ойлады да, көрші аудан қалалардағы полиция бөлімшелеріне хабарласып, мал ұрыларын қатан тексеруді айтты. Өйткені бұл қастандықтың артында өкілікер тұрғанына шүбәланбады. Қызық, Нұржанды жерлеген соң 2 күннен кейін басталды. Ымырт үйіріліп, апақ-сапақ кезде иттер абалаған соң Айдың сыртқа шыққан. Беткейдегі жылқылар шұрқырасып, оқырам тұрғанын байқады да жанына барды. Өз көзіне өзі сенерсе емес, топ жылқының ортасында қасынсып үкілікер тұр. Бір сәт дағдырап тұрды да, атылып барып әкесі тіріліп келгенде үкілі торының мойнын құшақтай алды. Сол сәт жанарынан жас моншақтығын өзі де сезбей қалды. Әкесінің есі жылқы есімен араласып, танауын қытықтағанда тіл жеткісіз ғажайып сезім құшағымда тербелді. Ертесі капитан Елеу келді. Туыс туған, ел жұрт қайта жиналды. Үкілікердің қабырғасы арсиып, әбден тытиғына жетіп арықтаған. Демек, бұл жер-жарды тұлпар алыс жерден қашып келген деп ұйғарды. Үкілікер күні бойы үйдің жанынан ұзамай Нұржанның иісі сіңген заттарды иіскелеп, оқырынып, пысқырынып, жер тұрпағанын жұрт көңілін босатты. Әй жануар, малда болсаң адамның зиятысың ғой деп үлкендер көзіне жас алды. Өріске қанша айдаса да үй іргесінен ұзамай қойған соң Айдың суға апарып әкесінің жасаған ағаш тарағымен тарап, сылап-сипап жуды да мамаға ағашқа апарып байлап қойды. Түстен кейін ойнақшып аласұрған үкілікер байлаудағы шылбырын үзді де күнгейтті өзен бетке алып, кісінеп құйғытып шаба жөнелді. Үйдегі жұрт түп қотарыла далаға шықты. Көптен бері бұл істің барысынан миы әбден шатасқан Елеу бір кәдікті сезді де тыртық саңқара атқа жайдақ мініп үкілікердің артынан қуды. Құлағын қайшылаған жануар безіп келеді. Бір дөң асқаннан кейін қарасын көрсетпей кетті. Сол бағытты туралап Елеу де шоқырақтап қалар емес. Таяудағы шоқуға шыққанда үкілі торының күнгейте өзенінің бойында басын төмен салып жер тарпып тұрғанын көрді де тыртық санды қамшыға көмді. Бұл жеткенше үкілі торы сол орнынан қозғалмады. Аттан түсіп енді шылбырдан ұстамақ болғанда үкілікер басын бір сілкіді де менің артымнан лестегенде сәл қиыстығы тоғайға қарай желеп отырды. Бір нәрсенің ұшыған сезген Елеу енді атты қумай еркінне жіберіп соңынан ерді.
Үкілікер әнтек кісінеп қойып ит тұмсығы өтпес тұғайға сұғынып кіріп барады. Бұдан ары атпен жүру мүмкін болмаған соң Елеу атын бір бұтаға байлады да жаяу ілесті. Қанша жүргенін білмейді. Әйтеуір тұла бойын бұта бүрген тілеп, әбден кетуі кеткен Елеу бір мезеті үкілік торының тоқтағанын көріп, жақындап келіп ентігін басты. Бақсы алдында атам заманнан қалған терең ор жатыр. Шұңқырдың ішіне қарағанда көз шарасы шыға жазады. Сынған ағаш бұтақтарының арасынан тізеден төмен адам аяғын көрді. Күлмісі иіс қолқасын қапты. Кәнігі ізгестер қобалжуын басты да орға түсіп адам мәйітін жасырған ағаштарды аршығанда көгеріп борси бастаған Нұржанды айнытпай таныды. Сол сәтте үкілікердің көзінен жас парлап тұрды. Елеу мұны өз көзімен көрмесе, ел айтқанға сенбес еді. Бұл оқиға естіген халықты есеңгіретіп тастады. Өлді деп жаназасын шығарып желеп тастаған Нұржанның денесі тоғайдан табылды. Сонда ана мәйіт кімдікі болды? Сөйтсе, Нұржан жоғалған мезетте тағы да бір адам жоғалған оқиға тіркелген. Ол Күнгейті өзенінің жоғарғы жағында ауылдың тұрғыны екен анықталды. Балық аулаймын деп өзенге жалғыз кетіп, содан із-тоссыз жоғалған ұйғыр азаматы екен. Ол іспен бөлімшедегі басқа қызметкерлер айналысқан соң Елеудің бар ойы Нұржан болып, оған аса бір назар аудармаған. Мәйітті қайта қазып алып туысқандарына көрсеткенде олар бірден таныды. Құдайдың құдіреті. Мұндай ұқсастық болар ма? Оның да 3 саусағы шолақ болып шықты. Бірақ мұның оң қолы болса, Нұржанның сол қолының 3 саусағы шолақ еді. Қайғыдан қан жұтып жүрген Ұлжан мен Айдың оны дер кезінде байқамаған. Нұржанның денесін сараптамадан өткізіп, фото айқақтар алынып, екінші рет жаназасы шығарылып, жер қойнына тапсырылды. Елеудің бұйрығымен астыртын жақын маңайдағы малшыларға ескертпестен етік, туфли, галош тағы да басқа аяқ киімдері бір түннің ішінде бөлімшеге жинап алынды. Артына малшыларды бір-бірден шақырып, фото айғақ бойынша жауап алғанымен, олардан күмән туғызар ештеңе байқалмады. Соңында жинап алған етіктердің ішінен бір пары ғана қалған еді. Фото айғақпен мына етіктің табанының бедері сай келіп тұр. Ол етіктің иесі Нұржанның қанды көйлек досы Адалбек болып шығады деп кім ойлаған? Елеу басында Адалбектің оғаш жүріс-тұрысынан аздап секем алып жүрді де, кейіннен Нұржанды іздеу барысындағы оның жанкешті еңбегін көріп, өз ойынан өзі ұялғаны бар. Адалбекті бөлімшеге шақыртты. Сізден мұндай жауыздықты күтпеп едім, деді Елеу Адалбектің көзіне тура қарап. Нені айтып тұрғаныңызды түсінбедім, деді де Адалбек күмілжіп төмен қарады. Елеу суырмадан әлдебір папканы алды да арасынан фотоларды шығарып, Адалбектің алдына жайып салды. Фотода Нұржанның бетіне түскен етіктің ізі бадырайып тұр еді. Қара, дұрыстап қара мынаған, мына белгілер таныс шығар, оңбаған деп үстелді қойып қалды. Басын көтеруге дәті жетпеген Адалбек, ондай етік біреу ғана емес, көп қой, ол дәлел бола алмайды деп төмпешіктеді. Олай болса мынаған қара, деді. Папканың ішінен етіктің екіншісіне тағатын нәлені алып көрсетіп. Мынау кімдікі? Мен мұны өзен бойынан таптың. Сенің етегіңде жақында ғана түсіп қалған нәленің орны тұр. Демек, сен Нұржанның бетінен тепкенде етіктің нәлесі жылынып сонда қалған. Сонда барып Адалбек бір қуарып, бір қызарып жынын алған бақсыдай сылқ ете қалды. Мойындауға мәжбүр болды. Сол күні олар қас қарая Күнгейті өзенінің бойында ел көзінен таса жерде кезігеді. Олар дегеніміз Нұржан мен Адалбек және Адалбектің екі жолдас жігіті, Ерлан мен Кеңес. Нұржан бұлардың не мақсатпен келгенін түсінбеген. Адалбекпен бірге барып, олардың алып келген арағымен шөл басқан. Өзен бойынан 2 бөтелкі арақтың шишасы табылғанын еске алыңыз. Басында әңгіме дұрыс бағытта өрбеген. Бірақ қыза келе олардың ойы үкілі керіні сатып алу екенін білгенде, Нұржан мастығы мен ашуы қосылып, оларға жұдырығала жүгірген. Адалбек бұларды қайтадан татуластырып, екінші жартыны ішу үшін қайтадан отырған. Сол жерде Адалбек Нұржанның құлағына сыбырлап, майдан қыл суырғандай қылып, жұмсақтап атын сатуға көндіруге тырысқан. Бәрібір онысынан ештеңе шықпаған. Бұл істен дәнеңек өнбеген соң, олар Адалбекті оңаша шақырып, өкпе назын бетіне салық қылып, орындарынан тұрып кетпекші болады. Сол кезде Нұржан тартпасын тартып, енді атқа аяқ арта бергенде, жақтан теген ауыр соққыдан есеңгіреп құлайды.
Атқа Нұржаннан бұрын мініп нәлі қаққан керіз етікпен құлақ шеккеден тепкен Адалбек еді. Сол сәтті пайдаланған ана екеудің біреуі түрмеге әлденеше рет түйіп қаны бұзылған, жаңа ғана Нұржаннан бір-екі соққы жеген Ерлан Өкілікерінің шылбырымен есеңгіреп жатқан Нұржанды қылқындырады. Оған кеңес болысады. Тұяқ серпіп жатқан Нұржан соңғы рет Адалбекке қарап, көзі шатынап бірдеңе айтпақ болғанымен тамағы сырылдап барып үні өшеді. Сонда барып есін жиған Адалбек аттан секіріп түсіп Нұржанның басын сүйгенмен бәрі де кешеді. Содан ары не істедіңдер? Шұңқырға апарып тастадыңдар ма? Деді Елеу. Жоқ, сол кезде бойымды сұмдық өкінішпен үрей биледі. Соның бәрі қас қағым сәтте болғанына қатты қапаландым. Бірақ амал нешік, болған іс болды. Бар ойым сол жерден қарамды батыру еді. Есім кіресілі шығасылы бола жүріп, атты алып кетіңдер, сендерді енді желкемнің шұқыры көрсін, дедім де кетпекші болдым. Тоқта, мынаны не істейміз деп Ерлан атымның шаужайына жармаса кетті. Оны кеңес тоқтатты. Кетерімде мәйітті суға апарып тастаймыз, уайымдама деп жатқанның құлағым шалды. Шындығын айтсам, суда мәйіт табылғанда сонымен бәрі тынды деп ойлағам. Мынаны айтшы, бала күннен тай құлындай тебісіп өскен досыңды сол кезде неге тептің? Айтсам сенбейсіз. Дәл сол кезде Нұржан атының тартпасын тартып тұрғанда мені шайтан азғырды. Ол екеуміздің өміріміз тұтас көз алдымнан ағып өтті. Бұрын да мұндай азғын ойлар ара-тұра қылаң бергенмен жүргегімде өлетін. Сол сәтте еркімді биледі. Екеуміз бірге өстік, бірге оқыдық. Қыздардың бәрі соған ғашық болатын. Ұлжанға ғашық болғанымда досымнан жасырып айтпадым. Екеуміз тел қозыдай бірге жүреміз. Бірақ барған жерде төр соныкі. Маған мыңғырған мал біткенімен атымды шығарар жүйрік шықпады. Тұлпарда, сұлуда, бар абырой, бет-бедел Нұржандікі болды. Мен оның көлеңкесі сияқты болдым. Былайша айтқанда бағым қызғандым. Ішті өртеген қызғаныш сол кезде бой көтеріп, оны тепкенімді өзім де сезбей қалдым. Адалбек қылмысын мойындаған соң уақытша қамауда отырған Әленді босатты. Ерлан мен кеңес қолға түсті. Үшеуі де заң бойынша жазасын алды. Айтпақшы, олар мәйітті суға тастамақшы болып біраз әуреленген. Бірақ суға тастау үшін ашық жерге шығуға тура келгендіктен ел көзіне түсуден сескеніп, мәйітті сүйрелеп жүріп тоғайдың түкпіріне апарып жасырған. Соның бәрін Өкілікер көріп тұрған. Білетіндердің айтуына қарағанда, содан кейін Өкілікер иесіз қалған соң, Нұржанның туысқандары қанша бәйгеге қосқанымен бауырын жазып шаппай қойыпты. Бірде Нұржанның ұлы Айдың кездейсоқ әкесін буындырып өлтірген шылбырды мойнына байлағаннан кейін тағы да 2-3 жыл алдына қара салмады дейді жануар.